мұғалім. Қиындығы мен қызығы бұл мамандықты мен кішкентай кезімнен бастап армандадым. Бала жүрегіне жол табу әр мұғалімнің өз парызы. Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандыққа кілтін тапсан ғана ашылады. Ал мұғалімдердің қолында ол кілт әрдайым болу керек деп Шаханов ағамыз айтқандай, әр баланың жүрегіне жол тауып, оның әртүрлі қырларын ашу мұғалімнің парызы. Осы себепті мен осы мұғалім мамандығын таңдадым. Мен дизайнер мамандығын таңдаған себебім, мен өз қаламымды қосып, ұнаған ісіме айналыса аламын. Жалпы шығармашылық жұмыс маған әрдайым ұнады. Кішкентай кезінен бастап сурет салу және қуыршақтарға көйлек тігу ұнады. Дизайнер мамандығын таңдап, мен өз арманымды іске аса аламын. Мен таңдаған мамандық ол бастауыш сынып мұғалімі. Себебі мен кішкентай кезімнен бастап мұғалім болғым келеді. Менің ойымша, барлық мұғалімдердің жұмысы маңызды. Себебі олар балаларға ақыл білім береді. Мен политика мамандықты таңдаған себебім ол өте қызықты әрі қоғамға өте қажетті мамандық. Қоғамға пайдалы істер істеп және мұқтаж адамдарға көмектесу, еліміздің экономикасын дамыту, мәселелерді шешу, өте қиын мәселелерді. Менің мамандығым әскери күштер болып саналады. Бұл мамандықты мен кішкентай кезімнен армандап келе жатқан мамандық болып табылады. Және де мен отанымды қорғау үшін бәріне дайынмын. Ал қорытындыға келетін болсақ, мен осы мамандықты таңдадым және де Қазақстан Республикасына мәңгілік қызмет етуге уәде беремін.